Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін 99-шы сабақты орындайтын боламыз. Болашақтың кітабы. Ертегіні бір жақта өзгертіп баяндаймын. Түрлі дерек көздерден ақпарат аламын. Есіңе түсір. Алғашқы кітаптардан қалай жасалғаны туралы не білесіңдер? Балалар, алғашқы кітаптар ежелгі замандарымызда ең алдымен үлкен тастарға қашалып жазу жазылған екен. Сол біздің алғашқы кітаптарымыз деп есептесек болады. Одан соң суда өсетін өсімдіктерге жазу арқылы оларды орап, яғни орама кітаптар пайда болған. Ал одан кейін ғана біздің уақыт өте келе өркендеуіміздің арқасында осындай кітаптар пайда болыпты. Қазіргі кезде кітаптың қандай түрлері бар? Қазіргі кезде кітаптардың электронды түрлері бар, яғни интернеттен, ғаламтор арқылы, компьютермен немесе телефон арқылы кітаптарды оқи алады екенбіз. Жарайсыңдар? Келесі Джанни Радари 1920 және 1980 жылдары өмір сүрген жазушы екен. Италияның Амения қаласында дүниеге келген. Чиполлионың басынан кешкендері атты ертегісі дүниежүзі оқырмандарына таныс. Жарайсыңдар, түсініп оқу кәмпиті. Бей ғаламшарында кітап жоқ. Бұл ғаламшарда білімді құтыға құйып сатып алады. Мысалы, тарих, анар шырынына ұқсаған алқызыл су, жасыл түсті жалбыз шөбінің суы, география, дәмді минерал суды еске түсіретін түссіз сұйық, грамматика. Бұл ғаламшарда мектеп болмайды, әр бала өз үйінде оқиды. Барлық бала жасына қарай таңертеңгілік бір стакан тарихты ішуі керек. Бірнеше қасық математика ішуі керек. Сол сияқты жалғаса береді. Қандай қызық, иә балалар? Қараңдаршы балалар, бәрібір осыны да қиынсынып қырсығады. Ақылың бар ғой, зоология қандай тәтті екенін білмейсің бе деп үгіттейді анасы. Ол тәтті, өте тәтті. Сұрашы өзің Каролинадан. Каролина үйдегі электронды робот. Каролина құтыдағы сұйықты шын ниетімен ішіп көруге келісті. Ол стаканға аз-маз сұйықты құйып алып, тамсанып іше бастады. Ниеткен дәмді деп алған білімін сол жерде әңгімелеп айта бастады. Сиыр күйіс қайратын, айыр тұяқты, шөппен қоректенетін, бізге шоколад сүтін беретін жануар. Көрдің бе әне? Деді риза болған пішінмен шешесі. Бала көнді. Әңгіме мүлде зоология жайында емес, балық майы жайында ғой деп күдіктенді. Өз-өзінен батылданып көзін жұмып тұрып, жан-жағындағы қол шапалақтаушылардың қошеметімен сабақты демде жұтып салды. Әрине, мұнда ынталы оқушылар да бар екенін білеміз. Тырмысып талаптанып оқитындар, тіпті оқуға өте құмарлар да бар. Олар түн ортасында тұрып, тарих құтысын ақырын ғана алып, бір тамшы қалдырмай ішеді. Сондықтан бұл балалар өте білімді болып шығады. Балабақшаға баратын балаларға арналған оқу кәмпиттері бар. Дәмі ананас немесе құлпынайға ұқсайды. Бұлар шағын тақпақтарды, күн, апта атауларын, бірден 10-ға дейінгі сандарды үйрететін оқу кәмпиттері еді. Менің ғарышкер досым маған ескерткіш ретінде бір кәмпит әкеп берді. Мен оны қызыма бердім. Сол сәтте қызым бей ғаламшарының тілінде жазылған тақпақтарды жатқа оқи бастады. Ол өлең мынадай еді: Анта-анта, перо-перо, пинта-пинта, пимперо. Әрине, мен ештеңе түсінбедім дейді. Балалар, қандай қызық, иә? Біздің қазір оқып жүрген кітаптарымызда сондай болса, сендер ішер ме едіңдер? Жақсы, ертегі мазмұнын бір жақта өзгертіп баянда дейді. Бұны қалай өзгертсек болады? Мысалы, бұны біздің өзіміздің кітаптарымызды оқу деген сияқты өзгертсек болады, шынайы жағына. Ал бұл ойдан шығарылған ертегі. Бұны шынайы өзгертетін болсақ, оны бұл жерде кәмпиттер, тақпақтар, олар барлығы кітаптан оқу арқылы болатын еді. Келесі бей ғаламшарының ғажайыптарын әңгімелеңдер дейді. Неше түрлі ғажайыптар бар екен, иә? Әр түрлі сабақтарды
әртүрлі түспен ішу арқылы соны баяндап береді екен. Және де балабақшадағы балаларға кәмпиттер бар екен. Олар кәмпиттерді жегеннен кейін ақылды болып, апта күндерін 1-ден 10-ға дейінгі санауды барлығын жатқа айтып бере алады екен. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Келесі түсіндір. Қараңызшы балалар, бәрібір осыны да қиынсып қырсығады деген автордың сөзін қалай түсінер едіңдер дейді. Бұл жерде балаларға оқы деп оларға үйреніңдер, оқыңдар немесе жаз деп жатқан жоқ, бұларға жай ғана ішуді қиынсынып тұрсыңдар деп, оның дәмі де тәтті екенін айтып тұр. Сондықтан бұл жерде оны қиынсынып, қырсығып тұр деп айтып жатыр. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі, ғарышкер сыйлаған кәмпиттен оқыған өлеңді кім түсінді дейді. Ол өлең қайсы еді? Басынан оқиық. Анта, анта, перо, перо, пинта, пинта, пимперо дейді. Бұл жерде әкесі ол кәмпитті қызына келіп берді. Ал қызы сол биғаламшарының тілінде тақпақты айтып берді. Оны кім түсінді сонда? Қызы түсініпті. Жақсы, сен қайғылымды осылай құтыға құйып алуға келсер едің. Балалар, мына жерде қараңдар. Домбыра үйірмесі, шахмат үйірмесі және математика үйірмесі дейді. Сендер қайсыны өстіп құйып алып ішетін едіңдер? Өте қызық, Жақсы, өздеріңде осылай сурет салып, өздеріңе қиын болып жүрген кітапты осылай құтының суретін салып, сыртына жазып қойыңдар және өздеріңе ұнаған түспен бояп қойыңдар. Жақсы ма, балалар? Жақсы, жарайсыңдар. Енді сендерге қандай оқулықтар ұнайды? Осылай ұнайды, немесе ұнамайды деп екіге бөліп жазыңдар. Жақсы ма? Енді мына жерде ертегінің қай түріне жатады дейді. Мынау бұл қиял ғажайып ертегіге жатады. Өйткені бұл жерде барлығы ойдан шығарылып тұр. Бұл жерде кейіпкерлер робот, би ғаламшары деген бұл ешқандай жоқ ғаламшарды өздері ойларынан құрастырып алған. Және де әртүрлі кейіпкерлер бар екен. Анасы, баласы және робот. Бұл Каролина екен, бұның аты, роботтың аты. Бұл жерде жақсы, жарайсыңдар балалар. Бүгінге сабақты аяқтаймыз. Сау болыңдар.